Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз пәтер сатып алу кезінде өзіңізді қалай қорғау керектігі туралы айтатын боламыз. Менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз. Жылжымайтын мүлікті сатып алмас бұрын, оны сатып алғаннан кейін тосын суйлардан қорғану үшін оның тазалығына көз жеткізу керек. Ол үшін меншік иесінен келесі құжаттарды сұраңыз. Жылжымайтын мүлікке тіркеген құқықтар және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама. Ол электронды үкімет порталы арқылы беріледі. Бұл анықтама жылжымайтын мүліктің ауыртпалығы жоқ екенін, яғни кепілге, мүлікке тыйым салуға жатпайтынын растайды. Соның негізінде меншік иесінің өз мүлкіне билік етуге заңды құқы бар. Құқық белгілетін құжаттар. Мұндай құжаттар сатып алу, сату, сыйға тарту, жекешелендіру шарты, мұраға құқық туралы куәлік және тағы басқа болуы мүмкін. Техникалық жоспар. Бұл құжат жоспарда көрсетілген нақты орналасу мен орналасуды салыстыруға мүмкіндік береді. Олар сәйкес келу керек. Құжаттармен танысқаннан кейін және олар заң талаптарына және сатып алушының талаптарына сәйкес келсе, сіз мәміле жасай аласыз. Ол үшін жылжымайтын мүлікті сатып алу, сату шартын жасап, оған қол қою қажет. Мәміле жасалғаннан кейін сатушы мен сатып алушы арасында есеп айырысу жүргізіледі. Соманы қолма-қол ақшасыз банк арқылы аударған дұрыс. Егер мұндай мүмкіндік болмаса, сатушыдан ақша алу туралы қолхат алу керек. Мәмілені куәландыру меншік құқығын қазір нотариус тіркейді. Сондықтан халыққа қызмет атқару орталығы барудың қажеті жоқ. Шетел азаматтары Қазақстан Республикасында меншік құқығымен тұрғын үйі, уақытша тұратын шетел азаматтарын қоспағанда және өзге де мүлкі болу мүмкін шетел азаматтарына Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлік сатып алу үшін оған шетелдіктің тұруына ықтияр хаты қажет. Алайда Қазақстан Республикасы жер кодексінде белгіленген шектеулер бар. Мәселен, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізуге және орман өсіруге арналған жер шетелдіктердің азаматтығы жоқ адамдардың және шетелдік заңды мемлекеттік емес тұлғалардың жеке меншігіне бола алмайды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасының шекаралық аймағында орналасқан жер учаскелері де шетелдіктерге де азаматтығы жоқ адамдарға шетелдіктермен некеде тұрған Қазақстан Республикасының азаматтарына меншік құқығымен тиесілі бола алмайды. Бұл бейне арна көрермендердің өтініші бойынша жазылды осы видео. Келесі бейне арналарда көргіңіз келетін сұрақтарыңыз, тақырыптарыңыз болса, түсініктемелерде жазыңыз. Мен заңгер ретінде түсінетін тақырыптар бойынша материалдар дайындаймын. Бүгінге осы. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Лайк басыңыз және менің YouTube каналыма жазылыңыз.